Уақыт жылжиды, бірақ ердің есімі ешқашан ұмытылмайды. Бүгін біздің қасымызда Тоқаш Бердияровтай алып тұлғаны көзбен көріп, сөзін естіп, жүрегімен таныған жан тұр. Бұл кездесу жай сұхбат емес, бұл өткен мен бүгінді жалғаған көпір. Бүгін атамыздың есімі Қалыбаев, Құттыбай атамызбен сұхбат алатын боламыз. Сіз үшін Тоқаш кім және ерекше қасиеті не еді? Тоқаш мен үшін алып тұлға, Тоқаш ақын, Тоқаш бүгін асқарда, Тоқаш жыры шашатылған аспанға, Тоқаш деген тасып жатқан дария, әр тамшылайды дастанға дейді. Тоқаш атамыздың уақытында кітаптар көп болған, мен ғана емес қалың көзі қарақты оқырман біледі. Тоқаш қандай мінезіне келсек, ол кісі атуды болған, ана-онаға қарамайтын жөк. Одан кейін бір айтып кетейін осы жерге. Тоқаш ағамыз 17 жасында соғысқа кеткенде, одан кейін 42 жыл кетті, 45 жылым солып біткеннен кейін Қызыл Түлі Балтық болатында 4 жыл адвоник болады. Құттыбай ата, сізге рахмет. Осы Тоқаш атамыздың қандай өлеңін білесіз, өзіңізге, жүрегіңізге жақын болған? Тоқаш атаның біраз өлеңдерін білемін, бірақ уақыт қысқа болғаннан кейін бір шумын айтайын. Дала ана, ауыл диқан, ауылнан, нан туады күн нұрынан жауыннан, қызығы мол мына үлкен өмірге, қандай соқпат ауылдан дейді. Ата, сізге үлкен рахмет. Осынша уақытыңызды бөліп арнап келіп тұрғаныңызға, осындай алып тұлға Тоқаш атамыздың өмірін, тарихын бірге сұхбат қылғанымыз үшін сізге үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Бала кезіңізде Тоқаштың көзін көрген жан екенсіз. Тоқаш ата бала кезіңізде қандай бейнеде қалды? Есіңізде? Ол кісі біздің үйге көп келетін еді, жазым күндері келіп, бір айлап жатып кетеді демалысқа шыққан кезінде. Былай қарағанда ол кісі ойшыл, көп сөйлемейді, өте тұйық. Былай мінезі сабырлы адам еді, былай қараса. Өзінің армияда болғанын айтатын еді. Баяғыда соғыс кезінде теңіз флотында болғанын. Мен анамнан бір жас үлкен еді 25 жылға. Жазым күндері үйді терезені жауып қойып, өлеңдерін жазатын еді өзінің. Сол бір өлеңдері бар, Адыраспан дейтін өлеңдер, келесі туралы жерлерін жазып, кейін сөйлесіп қалатын еді кейбірімізде. Кейін көп сурет салған жақсы көреді деді, аттың, тұлпарлардың суреттерін салады деді. Маған салып беретін еді. Енді бұл ойшыл адам еді, мінезі ауыр, салмақты, көп адам еді, сөйлесі маңдай қылмайтын, өз жүрегі ойланып, ойда жүретін кісі. Рахмет, сұхбат үшін үлкен рахмет уақыт бөлгеніңізге. Өзін ұстауы қатқыл көрінгенмен өте мейірімді адам еді. Мысалы, ол кісі Ұшқын деген ауылдан аудан орталығына Абайға қарата өзінің ақшасын асфальт салдырған. Азаматтығы, соны көп адам біле бермейді. Менің өмірім елге деген махаббаттан, өлеңім халқымның жүрегінен жаралған. Мен қаламмен де, жүрекпен де күрестім. Тек бір арманым болды. Қазақ елі еркін, рухы биік болсын. Бүгін сол еркіндікті сақтау сендердің қолдарында. Мен сендерге сенемін, жас ұрпақ. Еліңнің намысын биік ұстаңдар. Біліммен, адалдықпен, еңбектеріңмен жарысыңдар. Туған жерді сүйіңдер, оны қорғаңдар. Өмір өтеді, бірақ елге деген сүйіспеншілік өлмейді. Өлеңім халқымның жүрек соғысы, сол жүрек ешқашан тоқтамасын. Қазақ елі мәңгі жасай бер.